Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, бір жасағаннан мінсіз болып шығатын, жасалу жолы өте оңай, керемет кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видео рецептім ұнап жатса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз маған маңызды. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып алатын боламыз. Одан кейін қант қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Егер де миксер болмаған жағдайда, кәдімгі үйдегі бар шанышқымен немесе венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Енді миксермен оңай әрі тез араластырылады. Уақытыңызды да тез үнемдейсіз. Және оған бөлме температурасындағы 82,5% сары май қостым. Және оны тағы да миксердің көмегімен жақсылап тұрып, майдың толық ерігенше араластырып алатын боламыз. Май бөлме температурасында болуы міндетті. Одан кейін оған сүт қосатын боламыз. Және тағы да араластырып аламыз. Толық араласқан массамызға ендігі кезекте електен ұнды өткізіп алатын боламын. Бірінші бір бөлігін осылай өткізіп алып, одан кейін екінші бөлікке разрыхлительді қосып, қопсытқышты яғни қосып, осылай еліктен тағы да ұнды өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде еліктен өткізіп алу керек. Сонда сіздердің осы жасап жатқан біздің кекс керемет болып, пышный болып көтеріледі. Сондықтан да еліктен міндетті түрде өткізу керек. Осылай тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Және алдын ала мен формамды майлап алдым. Менде силиконовый форма. Енді осыған біздің начинкамызды салатын боламыз. Осылай жайып шығамыз. Менің каналымда өте дәмді, неше түрлі тәтті шайға дайындалатын пирогтардың рецебі бар. Оны подсказка бөліміне қойып кетемін. Және конечная заставка бөліміне де қойып кететін боламын. Егер видеоларым ұнаса, көрулеріңізге болады. Енді міне кексті 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің кекс дайын. Ыстық бетінде алып көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте дәмді болып пісті. Әсемдік үшін сахарный пудра септім. Егер де сіздерде болмаса, онда сеппесеңіздер де болады. Бұл тек қана әсемдік үшін ғана қажет. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, керемет көтеріліп шығатын кекс дайын болды. Видеоны толық көрген жандарға үлкен рахмет. Осындай жасалу жолы өте оңай рецептпен кекс жасап көріңіздер.